Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін қызылшаның пайдасы және қызылшаны қалай пісіру керектігі жөнінде бөлісеміз. Қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшада иод көп, сондықтан есте сақтау қабілетінің жақсы, ой-өріс пен зейіннің жоғары болады. Қызылша физикалық төзімділікті арттырады, қан тамырларын кеңейтіп, қан тарауын күшейтеді. Қызылша құрамында зат алмасуды жылдамдататын, артық салмақтан арылуға себебін тигізетін ерекше заттар көп кездеседі. Қызылшаны қалай пісіреміз? Қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыздар. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаймыз. Ол қызылша пісу уақытын ұзартады. Қызылша піскеннен кейін қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздаңыз. Түбін кеспеңіз және сабағын толықтай кеспей бірнеше сантиметр қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмін су татып кетуі мүмкін. Пісу уақытын жылдамдату үшін суға бір ас қасық қант салыңыз, не өсімдік майын құйыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Егер қызылшаны тазалағаннан не туралған күйінде пісіргіңіз келсе, онда суға сірке суын қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет. Егер де сізге берілген ақпарат ұнаса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.